Бәрі бас иетін қылып жаратты бізді. Періштелер сәжде қылды адамға. Ертең жәннатта адамдардың, момын мұсылмандардың қызметкерлері болады сол періштелер. Алла Тағала олар нұрдан жаратқан. Бірақ сол адамның құрметті болып жүруі Алла Субхана ва Тағаланың жазған, көрсеткен шариғатымен жүре алсаңыз құрметті боласыз. Сол жағымен таразыланады. Тек қана құлағын қалқайып адам болғандықтан емес. Құдай сақтасын. Егер Алланың сызып берген шариғатымен жүре алмасаң, онда сондай азаптаушы періштелер күтіп тұр тозақта дейді. Сол адамды азаптайды солар. Негізінде періштелер бәрі сәжде қылған еді адамға. Сондай құрметті еді. Алла Тағала сондай құрметті жаратқанын айтып жатыр. Валақад каррамна бани адам. Біз адам баласын құрметті жараттық деді. Содан түсіп кетпейік бауырлар. Біз қашан Алла Тағаланың шариғатын, Расулланың салып кеткен жолына жармасамыз, Алла дәрежеңізді көтере береді. Алла Субхана ва Тағала Құранда оны уәде берді. Сол құрметті жаралған адамға бауырлар не істемейік, қиянат жасамайық. Бір-бірімізді сыйлайық. Әр қайсымыз Алланың жаратқан пендесіміз. Ғалымдар айтады, бір адамды жек көрме дейді. Өйткені оны сен жаратқан Алла, оны да Алла жаратқан. Дұрыс, оның пендешілігі бар шығар. Бәріміздің пендешілігіміз бар. Күллі бәни адам хаттауы дейді Расулаллах. Әрбір адам баласы қателесеміз бәріміз. Бірақ дұға қылып қояйық. Алла хидаят берсін. Алла Субхана ва Тағала қайтан тура жолын нәсіп етсін. Деп момын мұсылман адам бауырын жамандыққа қимайды. Жәннатқа жалғыз кірмейді бауырлар ешкім. Үмбет болып кіреміз иншалла. Тобымызбен кіреміз, топталып. Жалғыз бару деген жоқ ол жақта. Жәннатқа тобымызбен кіреміз, Құдай қаласа. Үмбет болып кіреміз. Оны Расулаллах ескертті. Біз кешіктік, оздық деді. Кешіктік дегені біз соңғы үмбет болып келдік өмірге деді. Оздық дегені жәннатқа үмбет бірінші кіресіңдер деді. Біздің алдыңғы үмбеттер кезекте тұрады. Біз кірмейінше олар кіруге болмайды оларға. Расулаллах соны айтты. Кешіктік, оздық деді. Сол құрметті жаралған адамның баласын, бауырлар, құрметтейік. Өйткені Алла Тағала өзі құрмет дегенді айтып жатыр. Құрметті жаратқан дейді, адам баласын. Енді сол адамдық қасиетке, бауырлар, сөз келтірмеу үшін жаңа не істеуіміз керек? Алла Тағаланың шариғатымен жүру керек. Шариғат. Мынау шал киіз болсын, майлы қожа болсын, сол жырауларды оқысаңыздар, осы бір сөзді қайталаған солар көпшілігі. Адам болып келдің өмірге, адам болып кетуіңді тілеймін дейді. Ғалымдар айтады. Демек, адам болып келеді екенбіз бәріміз өмірге. Бірақ санаулы адамдар ғана адам болып кетеді өмірден дейді. Ол кімдер олар десеңіз? Алланың шариғатын ескеріп, арам деген арам деп тыйылған адамдар, Алланың бұйырғанын орындап, мынау жалған өмірде, соқпақ өмірден өтіп шыққан адамдар екен солар дейді. Алланың шариғатын ескермегендерді адам санатынан да шығарып жүріп жатыр. Сол үшін адам болып кетуіңді тілеймін дейді. Енді сол адам деген, Алла адам деген затқа біздер не істемейік бауырлар, сөз келтірмейік. Ертең қияметте сол адам баласына берілген нығметтен сұраламыз бәріміз. Сумма юс'алу яума изин анин наим. Ертең қияметте әрбір нығметтен сұраласыңдар дейді. Ана қорада тұрған жануар сұралмайды. Неге? Өйткені ода не жоқ? Ақыл парасат жоқ ода. Ол бейшарада нәпсі бар. Бірақ сол жануардың өзі адам үшін жаратылған. Енді аят жалғасып жатыр. Валақад каррамна бани адам ва хамаллахум фил барри вал бахр дейді. Біз адам баласын құрметті жараттық, жаяу жүрмесін деп көліктендіріп қойдық олар дейді. Құрлықта да, теңізде де көліктендіріп қойғанмын дейді Алла Тағала. Жаяу жүрмесін деп. Түсінесіз ба? Қазір қарап отырсаңыздар, көлікпен жүрміз бәріміз. Оны кім жаратты? Міне жаңа Исра сүресінде Алла айтып жатыр. Ва хамаллахум фил барри вал бахр. Біз ол пенделерімізді құрметтіп жаратып қоя салған жоқпын дейді. Жаяу жүрмесін, қиналмасын мына өмірде. Емін еркін мынау соқпақ өмірден өтіп кетсін деп көліктендіріп қойған оларды дейді. Теңізде не бір алпауыт кемелер қазір сүзіп жүр.
теңізде кемелер батпайды суға. Ұшақтар ұшып жатыр. Міне кеше қажыларымыз Аллаға шүкір 7 сағатта ұшып барды, 7 сағатта ұшып қайтты. Тікелей ұшақпен. Қандай нығмет Алланың берген. Аллаға шүкір сол заманды көріп бізге нәсіп етті. Құнанбай қажылар солай қажылыққа барған кезде анау атпен, түйемен, өгізбен жетем дегенше қажылықтан кешіп қалған бұлар. Барсақ қажылық маусымы өтіп кеткен. Өткені қажылық маусымы тек қана Зулхиджа айында ғана болады. Зулхиджаның 9-ында Арафатта кім тұрды, ол қажы ол. Одан кешіктің ба, болды, сен кейінгі жылға қала бересің. Құнанбай қажылар барам дегенше, ырғатылып жүріп барғанша маусым өтіп кеткен. Ұшақ жоқ, ұшып баратын өзі. Сөйтіп олар не істеген? Келесі жылға үшін күткен сияқты жүрген. Сабыр еткен, қиыншылық көрген. Сол кейінгі жерлестеріміз, отандастарымыз қиыншылық көрмесін деп Құнанбай қажы сияға не соққан? Қонақ үй соғып кеткен. Қазір менмін деген байларың ояқа үй соға алмайды. Қонақ үй етпей қойын. Үй соғуға шамалар жоқ. Бабаларымыз қандай болған? Қонақ үй соғып кеткен. Әйтеуір елден келетін біздің көрген қиыншылықты солай көрмесін. Мына жерде әркім есігінде жүрмесін деп қонақ үй соғып кеткен сол Құнанбайлар. Алла субхана ва тағала бауырлар сондай көліктендіріп қойған айтты. Біз ол көліктен сұраламыз ертең. Көлігіңіздің несін беріңіздер, хаққысын беріп жүріңіздер. Ол көлік қайырлы жаққа жүрсін. Сол көліктің ішінде адамның денсаулығы бірінші көлік дейді. Денсаулық бар ғой, дене бітіміңіз сіздің, Алланың берген денсаулығы, ол жаңағы айтып жатқан көліктердің ішіндегі теңдес жоқ көлік ол. Өткен мына денсаулық төзімді қылып жаратқан Алла Тағала. Төзімді, Құдайдың құдіреті. Қазір күн ыстық болған кезде ішіңізде салқын ауа жүріп тұрады. Күн ертең суық, аяз соққан кезде ішіңізде температура өзгереді де ыстығың шығып жүреді. Аузыңнан бу шығып тұрады. Қыстың күні. Аяз соғып тұрады десе. Ух десең не шығады аузыңнан? Қазір ух десең аузынан не шығады? Бу шықпайды. Қазір кондер қосылып тұр қазір. Бұны кім регулировка жасап жатыр? Қай жерінде кнопка бар сен? Қай жерінде не басып жатсың? Ешкім сен істей алмайсың. Алла Тағала солай жаратты бізді. Сол денсаулыққа бауырлар мұқият болыңыздар. Ол көліктен ертең сұраламыз. Ол көлікті Алла субхана ва тағала денсаулық, дене бітім көлігімізді міне жұма намазға келу үшін жаратты. Намаз оқу үшін жаратты. Ата-ананың қызметінде жүру үшін жаратты. Кағбаға барып тауап жасау үшін жаратты. Яғни мына қысқа өмірде 40 парызымызды емін еркін орындап алсын деп берген көлік ол. Міне кеше кездесу болды, әлі күнге шейін біз өткенде айтқан едік бір дәрісімізде, әлі сол сұралып жатыр менен. Травматолог деген бәлені айтыңызшы дейді. Құрметті жастар, айтарым, күлмеңіздер. Мен күлетін нәрсе айтқан жоқпын. Пәлекетті сен аузыңнан алма. Сенсің ба? Адамдар іріп жатыр, шіріп жатыр содан. Өткенде кісілер алды, басталды, адам өлім басталды дейді. Оны іше бергендіктер мынау ет сүйектен ажырап жатыр. Денесі шіріп жатыр да адамның ше. Жап-жас балдар. Жауап бересің Құдайдың алдында ертең. Сенің негізінде өлшеп берген өмірің бар еді ғой. Өлшеп берген өмірің бар еді. Сен өзіңнің, Алла Тағала Құран кәрімде айтады, сендер өлімге алып баратын жолды ұстанбаңдар дейді аятта. Негізінде мынау денсаулықтың қадірін білсең, иншалла бәріміз ұзақ жасаймыз Құдай қаласа. Расулаллах айтқан, үмбеттің жасы 60 пен 70-ін қарасы деп айтқан. Алла өмір берсін бәрімізге. 60 қайда, сенің жасың қайда? Неге ажалға жүгіріп жатсыңдар? Не нәрсе ол? Құдайдан қорқайық бауырлар. Және айтамын, мына денсаулық менікі емес, мына дене сіздікі емес. Бұл Алланың берген мына өмірдегі қолшық жасауға мініп жүрген көлігің сенің. Ажалың келген кезде өлім періште жағыңды аузыңнан шығарады. Денең солқ етіп құлайды, денеңді апарып топыраққа көмеді. 40 күннен кейін туыстарың 40-ыңды береді сенің. 40 деген сөз бүткіл ет ағып, сүйектен ағып бөлінетін күн, өте ауыр күн. Көз алың елесетті, әдемі мына түрің ағып кетеді ертең сен. Жоқсың сен. Еттің бәрі ағып 40 күннен кейін
топыраққа сіңеді. Әрмен қарай сол сүйегің шірейді соның ішінде. Яғни уақытша берілген көлік бұл. Сол үшін бауырлар, денсаулықты сақтайық. Жастар айналайын. Айтпады демеңіздер, мына айту міндет біздің. Әркім денсаулығы өзіне. Ондай денсаулық кеткен жастардан қандай ұрпақ келеді ертең өмірге? Өйткені жігіттер айтып жатыр. Жылқыға берген кезде де бір аяғы жоқ құлындар туылып жатыр дейді, Құдай сақтасын. Жылқының өзінің баласы денсаулы емес дейді. Ана көкпарда береді екен да сол бәлені. Ол көкпарда бейшара ат дейді, ес түсін білмей шабады дейді. 2 жылдан кейін шаруасы бітеді бірақ дейді. Арам нәрсе де оның бәрі. Оны сатқан адамға да арамлық беріп жатсың да сен малыңда. Ол бейшарада бір ниетпен алып жатқан шығар сен жылқыңды. Осы асыл тұқымды бестім, жақсы жылқы екен деп, соңғы ақшасына сен жинап берді де саған арам болды соның бәрі. Неге? Сен арамдықпен сатып жатсың оған жылқыны. Білесің, 2 жылдан кейін жылқы тоқтайды. Бірақ айтпайды да ол жағын. Оған не беріп жатқанын, ол жылқы қандай мықты болып тұрған жағын айтпай жатыр. Енді жылқының жануардың баласының өзі жаңағыдай кемтар болып туылып жатқан болса, адам баласы не болады ертең онда? Ол қалай болады? Қыз өсіріп жатырмыз, ұл тәрбиелеп жатырмыз. Ертең қызымыз тұрмысқа шықса, ана күйеу бала сондай өшіп қалған болса, оны қайдан білеміз біз? Қиянат қой менің қызыма. Немереме қиянат қой. Сіздің де немереңізге қиянат болады. Біреудің сондай наркоман баласына кім қызын береді? Қайдан қорықпайсыңдар ма? Сол үшін және ескертейін бауырлар, бұл арам нәрсемен айналыспаңыздар. Мынау денені Алла Тағала бізге жаратты, Аллаға емін-еркін құлшылық жасау үшін, субханалла. Жасап ал. Ертең жасай алмайтын уақыттар келеді. Барзақ әлемі келе жатыр бәрімізге. Қабір әлемі келе жатыр. Күннен күн өткен сайын жақындап жатыр, оған ол бізге жақындап келе жатыр. Сол барзақ әлеміне кіреміз бәріміз, ертелі кеш. Ол жерде намазда оқи алмайсың, трамадол ташамайсың. Бәрі тоқтайды. Кім қалай өмір сүрді, тек есеп бересің ол жерде. Не азап болады, не рахат болады. Расастамайды оны. Үшінші нәрсе болмайды дейді. Не жәннаттың бақшасы болады деді. Қиямет дейсің рахаттанып күтіп жатасың деді. Немесе тозақтың шұңқырын біреу болады деген, азапталасыңдар отта деген. Алла сақтасын. Сол үшін денсаулық бауырлар, бұл біздікі емес. Бұл Алланың мүлкі. Мүлік Алланыкі. Бәлкім Алланың жаратқан жаңағы көлігін мінейік, орнына пайдаланайық, уақыт сағат келгенде аманатты тапсырамыз иншалла. Біз ризықтардың ішіндегі ең дәмдісін адам баласына бердік дейді. Разақнакум минат тойбат дейді. Ана қарбыздың ішіндегі тәттісін жеп аласың да қабығын қайда бересің? Малға бересің. Сол мал, жануар соған да риза болады. Әттең о да ақыл болғанда біз сияқты. Әкеңді сыбап тұрып боқтайтын еді. Неге ұятсыз адамсың? Жұмысын бәрін істеттің, кешке дейін есек қып істедің. Кешке дейін шаршадың. Ұялмайсың ба? Ішіндегі тәттісін жеп жатсың сен. Сыртында қабығын маған бергенге ұялмайсың ба? Айта алмайды бейшара. Оған ми де жетпейді оның. Өйткені ода не жоқ? Ақыл жоқ. Алла соны айтып жатыр. Біз адам баласына мына өмірдегі ең тәтті, ең таза нығметтерді беріп қойғанмын дейді. Ең таза нәрсені бірінші сен қолданасың. Кез келген нәрсені. Бізден қалғаны ары қарай кетеді, мусорға кетеді, не малға кетеді, не мына жаққа кетеді. Соның өзіне олар риза болады. Сол ризықтарды бауырлар арамдамайық. Жеп жатқан Алланың беріп жатқан ризықтарын адалдап жейік. Сол нан үйіңізге келеді бәрібір. Бірақ уақыт сағаты келмей тұрған болса, не істесің де оны келтіре алмайсың. Адамдар асығып оны арам жолмен келтіріп жатыр. Бір кісі сол Құдай үшін деп түйе садақа берем деп ниет қылған ғой. Түйесін жетектеп келе жатсаң, бір мұсафар, бір міскін адам көрінсе, беремін ғой деп келе жатқан ғой түйесін жетектеп. Сөйтіп, мешіттің дауысын азанды естіп қалып, мешітке жақындап намазымды оқып алайын. Сол намаздан кейін жаңа түйемді әрмен қарай жетектеп, мұқтаж болған адам табамын да қолына беремін деп ниет қылып келе жатыр ғой жаңа кісі. Сөйтіп, мешіттің алдынан талға түйені байлайды, намазға кіріп келе жатыр енді. Намазды оқып алайын деп. Келе жатса, сол мешіттің есігінің алдында бір қайыршыны көреді. Ана кісі сәлем беріп, ойлап өтеді. Мен іздеген адам мына жерде отыр екен ғой. Намазымды оқып алайын, ішінден де, бірақ оны айтпай жатыр. Намазымды оқып аламын да, шыққаннан кейін мынаған бірақ айтайын. Түйемді саған беремін деп айтайын деп, ниет қылып кіріп кетеді мешітке. Намазын оқып, құлшылығын жасап шықса,
жаңа қайыршы да жоқ, түйе де жоқ дейді. Жоқ. Жаңа көкеміз, мен қолыммен әлі берген жоқпын ғой ешкімге. Мен өз-өзімді алдамай қояйын. Мен ниет қылған түйемді әлі берген жоқпын ешкімге. Деп үйіне барып, қайттан ақшасын жинап, ниет етіп, баласын базарға жібереді. Балам, түйе сатып алып кел. Мен Құдай үшін түйе деп айтып қойдым. Сөйтіп баласы базарға барып түйе алып келеді. Алып келсе, анау ұрлап кеткен түйесін қайттан алып келеді да. Мешіттің алдына байланып тұрған. Мына түйе менікі қайдан алдың? Десе, базардан сатып алдым. Танисың ба, кімнен алған? Танимын. Екеуі асығып базарға барса, баяғы қайыршы дейді. Бұл намазға кірген кезде түйені сүйреп кеткен ғой. Сол кезде ана кісі айтты дейді. Пенде деген ғой. Онсыз да осы түйе саған келатқан еді негізінде. Өзіңе келатқан ризықты не үшін арамдап алдың деген да. Адал болып келатқан малды өзіңе арамдап алған қалай бұл сен? Түсінесіз ба? Сол үшін бауырлар, Алланың ризығы келеді бәрімізге. Мына тамағыңды өңешіңде тесік қып жаратты ма, одан өтетін лұқман Алла жеткізеді. Уайымдама, ешкім аштан өлмейді. Бірақ ризық мәселесінде ихтият болыңыздар. Есектің артын тазаласаң да мал табу керек деген қойыңыздар. Ондай сөз жоқ шариғатта. Ондай сөз жоқ. Бәлкім Расул айтады, байқаңыздар, ақшаны қайдан таптың, қайда жұмсадың, қайдан таптың, қайда жұмсадың, сұраласыңдар дейді. Міне сол аяттағы Алланың ризықтарын айтып жатыр, біз сендерге ризықтың ең тазасын беріп қойғанбыз дейді. Бірақ біз пендешілікпен оны арамдап аламыз да сол ризықтарды. Біреудің хаққысына кіресіз. Жұмысты істетіп, біреудің хаққысын бермейсің. Соның бәрі арам бола береді саған. Мысалға 100 мың теңгеге келіскен болсан, 50 мың теңгесін бердің де көтіне бір тек қуып жібердің. Бар кет. Осыған да разы болды. 50 мың арам болады саған. Бір аятта Алла Тағала ризықты саған берген еді. Сен рахатыңа істеттің ана бейшараны. Расул айтады. Маңдайындағы тері қатпай тұрып ақысын беріп тастаңдар деген да жұмыскерлердің. Кейін хабарласам, өзім апарып берем, шөтіңе аудара салам, кете бер, әңгіме айтпаңыз. Міне бітті ма шаруа, келісім ба? Сен бітір, мен саған берем деп айттыңыз ғой? Айтты. Ол бітірді ма? Бітірді. Не істеу керек? Қолыңыздан келсе, және қосып беріңіз оған. Артығымен бер. Риза болып кетсін. Батасын беріп кетсін. Сол кезде сізге Алла Тағала баракат береді. Жаңа аятта айтылып жатқан ризықтың баракаты көбейе береді, бауырлар. Біз бір нәрсенің қазір кішкене аңғармай жатырмыз. Адамдар қазір санға жүгіріп жатыр. Баракатқа емес. Ойлайды, мен көп жұмысты аша берсем дейді, көп ақшам көбейеді деп ойлайды адамдар. Жоқ, сен оны дұрыс бір қабілетің жетіп жатса, жаңағыдай бизнестерді бірнешені ашуға аша бер. Бірақ оны адал жолмен ашсаң, баракат көбейеді, әңгіме осы жерде да. Немесе бір саламен келетсің да, сен оның көбейет жағын ойлағың келсе, баракатын ізде. Қайтсен берекелілігін айналдыра мына кәсіпті. Сол жетеді саған, ұрпағыңа жететін кәсіп болады саған иншалла. Уайымдама ешқандай. Адамдар ойлайды, мына жерде мен барынша ақшамды көбейтсем, байып кетем деп ойлайды да. Біреудің хақысына кірдің бе, байымай, сен проблема кіріп жатсың. Сондай жылдап жинаған ақшаңды бірақ күнде төлеп құтыла алмай қалатын пәлекет шақырып жатсың сен өзің, ана жақта жатқан. Пәлекет шақырмай үйіңе. Ол қандай пәлекет болады, оны бір Алла біледі. Бала шағаңа қатысты бола ма ол, денсаулығыңа қатысты бола ма, оны Алла біледі. Қандай пәлекет келетқан сенің басыңа. Сол үшін бауырлар, момын мұсылман адам жаңа Алланың беріп жатқан ризығын арамдамайды. Адал болсын бәрі. Адал еңбек ет, біреудің хақысын жеме. Ол қателесіп артық ақша саған беріп жатса да алма. Бауырым, сенікі мынау, мынау менікі. Бауырым, сен қателесіп жатсың деп қайтарып беріңіз ақшасын. Таксистер болса, машинеде біреудің сөмкесі қалып кетсе, Құдай берді деп арғайып жоқ кетпе. Қайтарып бер ананың сөмкесін. Расул айтады, мазлумның дұғасын алып қолдан сақтаныңдар дейді. Мазлум деген жапа шегушілер. Ол сөмкесін ұмытқан адам жылайды, ол қарғайды сені. Оңбаған екен деп. Біліп тұр ғой қайда түсіп қалғанымды. Осы жерге келсе мен осы жердемін ғой, үйімді де көрді. Дүкенімді де көріп тұр ғой, оңбаған екен деп қарғайды сені. Ол қарғыс ғалымдар айтқан, Құдай сақтасын, 7 ұрпағыңа кетіп қалуы мүмкін дейді. Сенен кейінгі 7 ұрпақ пәлекетте ұшырап жатыр. Бұл пәлекет қайдан келді десе, сол ана кісіден келген пәлекет.
Қарғаған ғой. Sonra салсам ескертіп жатыр. Адамдардың қарғысын алып қалудан сақтаныңдар дейді. Бәлкім не істеу керек? Таксист болсаңыз не істеңіз? Не істеу керек? Не істеу керек? Ау? Сөмкесі қалмады, жарайды. Не істеу керек? Разылық үшін ал. Разы болатындай қызмет көрсет. Риза болып кетсін ол. Төлеген ақшасына разы болатындай қызмет көрсет оған. Кейде таксисттер бар, ұялмай темекі шегеді. Артындағы бейшара десе, бауырым түсіп қалсашы дейді. Мен мұрным қышып жатыр дейді. Мен шегетін уақытым келді, мен шегуім керекпін дейді. Демек, салонда мысалға сіз жалдадыңыз ба, болды, ол сіздікі. Таксидің хақысы жоқ, ана шофердің шариғат бойынша машина менікі, мен өзім білем деген хақысы жоқ. Өйткені ол ана түсіп қалғанға шейін. Өйткені несін төлеп қойды ғой. Машинаның ішіндегі салон кімдікі енді? Кімдікі? Клиенттікі. Сен соған бағынышты боласың енді. Құран қойып қой десең, Құран қойып қой, саған уәжіп болады. Демек, машина менікі, мен өзім білем деген әңгіме жоқ. Ал ана түскен адам, оңбаған екенсің деп, налым түспесін машинаңыздан. Риза болып түссін. Ой, рахмет, сен сияқты таксисті бірінші мәрте көрдім мен. Не деген молодецсің деп, та? Дамиық, бауырлар, дамиық. Мен Европаны көргем. Таң қаласың, таксилерінде отырған кезде су қойып қойған, салфетка қойып қойған. Тағы не, құдай-ау? Әдетте адамға керек нәрсенің бәрін салонға қойып қойған. Бәрін пайдалану сен үшін бәрі. Ояқта таксилер дамып кеткен солайынан. Олар түсінде адамға қаншалықты қызмет көрсетсе, дами беретіндігін сол бейшаралар мұсылман емес қауымдар болса да түсініп алған сол нәрсені. Өте қатты дамып кеткен. Бізде ше, біз мұсылманбыз ғой. Біз одан да артық істеуіміз керек қой. Сол үшін Алла Тағала соны айтып жатыр. Оразақнағым минан тайибат. Бүткіл ризықтардың ең жақсысын бәрін сендерге берген. Ризықтарыңда соны арамдамаңдар дейді. Алланың берген ризығын пендешілікке салынбай арамдама. Алла бере береді, баракатын сұра. Ва фаддалнахум аля катири мимма хулақна тафдила дейді аятта. Адам баласын құрметті жараттық, оларды көйлектендіріп қойдық, жаяу жүрмесін деп, және не істедік деді? Ризық нығметтерінің ең тазасын, ең дәмді тәттісін бердім сол адам баласына. Және бүткіл жаратылысының ішінде адам баласын озат қылып қойдым дейді. Қалай озат болып кеттіңіз? Не жағынан десе, сен тамақты қалай жейсің дейді. Тамақ немен жейсіздер? Асқазанмен жеймін дейді. Қолыңмен жеймін деп айтсай, тамақты қолыңмен жеймін дейді. Солай ғой. Бисмилля деп оң қолымен жеймін деп айтты. Солай ғой. Жылқы жануар ауызымен жейді дейді. Фаддалнахум деп айтқан сол дейді аят тәпсірінде ғалымдар. Жылқы немен жейді? Қолымен жей алмайды ол бейшара. Ауызымен жейді. Сен ауызымен жейші тамақты. Біз не айтатын еді сол кезде? Бұл не нәрсе мынау? Сол мал болып кетсін деп айтпау үшін сені. Адам болса қолмен жесінші, Алла қол берген саған. Білесіз ба? Қол берген дейді. Ал басқа жануарлардың қолы жоқ. Қолмен жей алмайды. 4 аяқты жаратқан, сол аяғымен жүреді, ал аузымен шөп жейді, суын ішеді жануар, соған риза солар. Адам баласын жаңадай жаратқан дейді, қол берген дейді, аяқ берген, көз берген, құлақ, бүткіл бәрін жасап бердім дейді. Не үшін? Өйткені Алла Тағала аяттағы айтқанын орындау үшін. Мен адам баласын адамдардың ішінде озат болу үшін дейді. Башқан кезде қазір технологияның өзі көлік болсын, телефон болсын, барынша адамдар ең соңғы үлгіге ұмтылып жатыр ғой. Жаңасы шықты десе, ана қолында ұстап жүрген телефон ескі сияқты болып қалып жатыр. Бұл ананы көрді ол. Қалай да болса оны істеу керек енді, енді алу керек оны. Кредит болып, арам болып, басқа болып кетсе де алу керек соны енді. Қызық емес.
Қаншама намаз қылғандар әлі кредит алып жатыр. Неге кредит аласыңдар? Харам ғой ол. Қаншама намаз қылғандар айтып жатырмын мен. Намаз оқымайтындар жарайды енді. Олар білмей айтқан шығар деп айтайын десем, намаз қылғандар үй алмай кредит алып жүр әлі. Алып алады да, сосын біреу емес бірнешеу айтты. Шығады маған. Ұстаз дейді, дұға қойыңызшы дегеннен бастайды да, артынан айтады, сондай бір спонсорларыңыз болып жатса дейді, бір ауыз айтсаңыз дейді. Көмектессе маған дейді. Айтым, жарайды көмектесейік. Не мәселе? Не мәселе отыр басында? Кредитім бар дейді. Неге кредит аласың сен? Білмедім бе арам екен десем, енді солай алу керек болды дейді. Алдым дейді. Сосын бауырлар, Алла Тағала бізге сол озат қылып қойған дәрежені түсірмейік. Алла Субхана ва Тағала жаңа айтқанда дене бітіміңді ең соң үлгіде жаратып қойған бізді. Сен дүниеге қызығып жатсың. Бірақ ең соң үлгідегі денсаулық сенде негізінде. Мына технология қияметке шейін дами беретін шығар. Бірақ бәрібір де роботтар жасап жатыр қазір. Құдай сақтасын, енді болашақта мына кетісі мен білмеймін енді. Ана үйленбейтін бойдақтарға да қиын сынақтар келе жатыр. Робот қатындар жасап жатыр. Робот еркектерді жасап жатыр. Настройкасы бар, кнопкасы бар, басасын. Қалаған нәрсені істейді екенсің. Кейін зарядка қойып қояды екенсің. Сөз қайтармайды екен. Миыңды шағып, қаның ішпейді екен. Айтқаның істейді екен. Осыны сұраныс бар осыған қазір. Мен айтып жатқан ана робот қатынға. Бұл барып тұрған адамдық жаратылысқа, Алла Субхана ва Тағаланың жаратылысына қарсы шығу деген мәселе бар. Күтәт болыңдар. Жарайды ол. Қанша жерден сол робот қатын жаратса да бар ғой, үйдегі анау жақтырмай жүрген қатыныңа ешқашан жете алмайды ол. Қандай дамып кетсін сол қатын? Ешқашан ол жете алмайды. Оның бойында не жоқ? Мейірімдік жоқ. Сен көңілің қарау жоқ одан. Міне, бұл азғындыққа ұшыраудың шегіне келе жатыр қазір. Бұның бәрі қияметтің белгілері бауырлар. Қияметтің белгілері, қиямет өте жақын. Мынау Құранда айтады, иқтараба саату шаққал қамар дейді. Садақаллаху алейхи. Алла Тағала айтады, қиямет жақындаған кезде ай екіге бөлінеді деді. Ай не істейді? Иқтараба деген сөз өте жақын сәтті қолданып отыр аятта. Қиямет өте жақындаған кезде ай екіге бөлінеді деді. Сол айдың екіге бөлгеніне қазір 14 ғасыр болды. Бұл пайғамбар алейхиссалам заманында болды. Мекке мүшриктері пайғамбарымызды ортаға алып, пайғамбар болсаң бізге мұғжиза көрсет деді. Мұғжиза деген адамдар әдетте істей алмайтын амалдар. Кейін Расул айтты, мен де Алланың жаратқан пендесім деді. Мен де іште істей алмайын деді. Оны істейтін Алла деді. Мен Аллаға дұға етіп жалбарынам деді. Оны Алла орындайды деді. Не сендерге мұғжиза көрсетейін деді. Түнгі уақыт еді деді. Сол кезде жаңа Мекке мүшриктерінің басшылары бір-біріне қарап ойланып тұрды, аспанға қарап, толған ай, Бәдір айы дейді. Сол толған Бәдір айына қарады да, мынаны бізге екіге бөліп көрсетші деді. Егер шын пайғамбар болсам. Сөйтіп пайғамбар алейхиссалам Аллаға дұға етті да, айды екіге бөліп екі жақ қойып қойды лайнан. Кәдімгі ай екіге бөлініп, екі жақта тұрды осылайнан. Біреу мына жақта, біреу мына жақта. Бірнеше уақыт тұрды осылай. Кейін Расул қайтадан екеуін қосып қойды. Енді иманға келіңдер. Айттыңдар ғой деді. Олар айтқан еді, егер мұғжиза көрсетсең, біз саған иманға келеміз, сенеміз саған деп айтқан еді. Сөйтіп олар тұрды да, біздің көзімізді сен гипнозладың ба, сиқырладың ба, біз қоя тұрайық деді. Біз жақын арада керуендеріміз келеді деді. Шамнан келетқан керуен бар деді. Олардан сұрайық деді. Олар да көрген болса осы жағдайды, одан кейін иманға келеміз деп кейінге қалдырды. Расул жарайды сұраңдар деді. Сөйтіп бірнеше айдан кейін жаңа керуендер келді, сол айтқан керуендері сырттан. Оларға айтпады, жай сұрады. Осыдан ай алдын шамамен түнгі уақытта бір нәрсе байқамадыңдар ма деп осындай тонмен сұрады да. Жаңағы керуеннен келген жаңағы Құрайыштар жамырап сөйледі бәрі. Біз керемет нәрсе көрдік деді. Не көрдіңдер? Түнде осы шай ішіп әңгімелесіп отырғанбыз, от жағып дейді далада. Көз алдымызда тұрған ай
қақ ортасынан екіге бөлінді де екі жаққа тұрып қалды дейді былайынан. Осылай тұрды дейді. Мынаған бір қараймыз, мынаған бір қараймыз. Не нәрсе мынау? Бір уақыттан кейін қайтадан екіге қосылды деді. Сөйтіп жаңағы иманға келейін деп тұрған Құрайыштың біразын басында жүрген анау басшысымақтары қайтадан сөзді бұрып жіберді. Мұхаммедтің деді саллаллаху алейхи вассаламның сиқыры бізге ғана ма десек, әлемге жүреді екен ғой, тараңдар деп таратып жіберген да. Оны сиқыр деп айтты олар. Сиқыр. Сол болған оқиға қанша уақыт болды қазір? Қанша уақыт болды? 14 ғасыр болды. Ал аят қалай басталды? Иқтараба саат ва шаққал қамар. Қиямет жақындаған кезде ай екіге бөлінеді, байқаңдар. Сол оқиға болып қойды бауырлар. Бұл деген сөз, біз қияметтің үмбетіміз біздер негізінде. Міне өте жақын сәттің алдында тұрмыз да бәріміз. Құдайдан қорқайық. Алланың берген нығметтерін жаңағыдай бізді озат қылып қойды ма Алла? Енді озаттығымыздан түспейік енді. Алланың берген мүмкіншіліктерін дұрыс пайдаланайық. Және айтамын, не деп жатыр? Тамақ жеу үшін саған қол бердім дейді. Ғалымдар айтады, мына мұрынды егер мына жаққа жаратқанда дейді, басқа жақта тұрғанда, анау иістеніп кеткен помидор жеп, бәріміз қырылатын еді, отравление болып дейді. Мына мұрын тек қана демалу үшін емес дейді. Бұл санитарлық жұмыс істеп тұр дейді. Сіз кейде асығыссыз ғой бәріміз. Анан алып келіп нерге келген кезде иіс белгі береді мынау. Мынау иістеніп кеткен, жеме деп. Ойбайлай лақтыра саласың. Егер мұрын мына жақта болғанда, мына жаққа иіс кетіп, жеуге кейде бізде уақыт жоқ көпшілігімізде. Бір істесек, екі мәрте істемейміз ол нәрсені. Қойшы деп жей-жей. Мұрын мына жақта да бірақ ол. Анам бит тексеретін мына жақта тұр ол. Или артында орналасқанда, біреуге апарып, ана иіс кетші деп. Одан кейін қайтадан қолыма бер, жеймін. Сондай болса қалай болатын еді? Білесіз ба? Субханалла. Бұл Алланың құдіреті. Бауырлар, Алла Тағала бізді жаңа «Вафаддалнахум аля кәсирин мимма хулақна тафзила» деп жатқан аяты бүткіл жаратылыстың ішінде сендерді озат қылып жаратқан, жаңа айтып жатқан ең соңғы үлгіде жаратқан сендерді деп жатыр. Бүткіл жетістік, бүткіл технология, ғылым, мәдениет бәрі сенің бойыңда тұр сенде дейді. Толық ең жарат берген дейді. Аят осымен тамам. Демек, адамның Алла субхана ва тағала сондай нығметті адамды бізге анықтап берді. Біздің қандай нығметтер келіп жатыр? Аят қалай басталды? Адам баласын құрметті жараттық деді. Құрметті екенбіз Аллаға шүкір. Бірақ иманның арқасында шариғатпен жүрсең құрметтісің сен. Кейін не істедік деді? Не істедік деді аят екіншісі? Мен не айтып жатырмын бәрінен бері? Жоқ. Не айттым жаңында? Ва хамалнахум фил барри вал бахр деп айттым ғой. Құрметтіден кейін көліктендіріп қойғанмын деді. Жаяу жүрмелерің үшін, теңізде де, құрлықта да, міне, құрметтісің сен көлігіңмен. Кейін ризықтың ішіндегі ең тазасын сендерге берген деді. Ва разақнахум минат тойбат. Одан кейін төртіншісі ва фаддалнахум аля кәсирин мимма хулақна тафдила. Бүткіл жаратылысынша сендерді озат қылып алдына шығарып жіберген деді. Адам алдында жүреді. Бүткіл әлем жаратылыстың бәрі біздің артымызда. Бәрі бізге қызмет қылады. Бәрі біздің аяғымыздың астында. Саған қарап тұрады елеңдеп. Сен малға су берсең ғана ішеді ол бейшара. Бермесең ішпейді ол. Іше алмайды өзі бар. Бәрі саған беріп қойған дейді Алла Тағала. Сен алдына басшы қылған бәрі дейді да. Міне осындай төрт біздің немізді Алла Тағала мәртебемізді көтеріп тастады. Енді демек, адам осының бәрін Алла Тағала берген екен, үйіп, төгіп берген екен. Не үшін деген сұрақ келеді? Не үшін? Не үшін адамға соншалық берілді? Қалай ойлайсыздар? Демек, Алла субхана ва тағала адам баласын өзіне құлшылық үшін жаратты. Жаңағы бәрі соншама нығметтердің бәрі айналып келген кезде адамға жасап берген Алла. Енді адам түсінді, мен не істеуім керек десем, Алла енді аятта айтып жатыр. Дейді? Жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасаулар үшін жаратқанмын дейді.